Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Мен сіздерге кір жуу машинасы туралы, оны қалай күтіп баптау керек екенін қысқаша түсіндіріп өтетін боламын. Бірінші, ішіне порошокты мындан салмаңыздар. Ең жақсысы. Бұл жерге жаңағы сұйық сабын болса құйыңыздар, сосын иістендіргіштер бар әртүрлі, соны құюға болады. Ал порошоктың өзін мынаның ішіне сала салыңыздар. Тағы да кір салған кезде қалтасын мұқият қадағалаңыздар. 2-3 ай сайын мына жерде лас суды сыртқа шығаратын насос бар. Сол насостың беткі қақпағын ашып, тазалап тұрыңыздар. Сонда кір машиналарыңыз ұзақ уақыт жұмыс жасайтын болады. Сосын тағы да бір көп кездесетін проблема, бұл кірді жуып болып, сығып құрғататын кезінде бұл селкілдеп кетеді. Оның себебі сирағы тегіс тұрмағандықтан болады. Или жері жұмсақ болғаннан солай болады. Оны қатты бетонның үстіне қойыңыздар. Сирағын рубинменен бәрін теңеп. Тағы да бұл кір машинаның бір жақсы қосымшасы бар. Өзін-өзі жудыру деген. Соған 2-3 ай сайын жаңағы ішіне химиялық заттарын салып, сол барабанды жудыру дегенге бір 2-3 сағаттық режиміне қойып қойсаңыздар, ішін таза айбаттап шығарады. Бұл машинка тұратын орны дұрыс болғанда ешқандай қозғалыссыз жұмыс жасап береді. Видеомыз ұнап жатса, каналымызға тіркеліп, лайктарыңызды басып отыруды ұмытпаңыздар.